Енді 2020 жылдың 2 тамызы Шүкемпіровтер әулеті үшін ғана емес, жалпы қазақ елі үшін өте бір ауыр қайғылы күн болды. Иманы саламат болсын деп біз өз атымыздан тағы да көңіл айтамыз. Енді әкеңіз туралы қаралы хабарды естігенде алғаш ойыңызға не келді? Әрине сенбеген боларсыз, иә? Көңілім босап кетті. Әрине оңай емес. Сол көңіл күйде сол оймен жүрген шығарсыздар. Енді ренжімеңіздер, кішкене көңілім босап кетті. Әрине бұл біздің ғана әулетке емес, біздің ғана отбасымыз емес, бұл бүкіл қазақ халқының қайғысы болды. Енді ол кісінің өзінің бір ерекшелігі қандай қарапайым еді. Бізге ұлдарына деген, немереге деген бір тәрбиесі, бір ұрысып, тек қана бір жақсы сөз айтып, осындай болыңдар, қолдарынан келгенше еңбек істеңдер, жақсылық жасаңдар, еңбекқор болу керек деп, сондай өзі мынау өмірден өткенше сол өзінің тәрбиесін, ақылын бізге айтып өтті. Енді былтырғы жыл әрине бұл қиын кезең болды, оңай болған жоқ. Қаншама ұлы ағаларымыз, бауырларымыз өмірден өтіп кетті. Енді жақсылығыңыздың айтқанда бүкіл қазақ халқы сыйлайды ғой. Ол енді жаңа айтып отырмын ғой, өте қиын, ауыр болды. Әлі күнге дейін міне қанша уақыт өтсе де бір өзімізге бір түс сияқты. Бір жерге бір аттанып, бір жұмыс сапарымен ба, мына спорт жағынан саласында бір жарысқа кеткен сияқты болды. Бір қайтып келетін сияқты. Біз күтуде емес сияқты. Соны күтіп жүрген сияқтымызда ертең келіп қалам екен, звондап қалам екен деп. Сондай бір сағыныштамыз енді. Енді әрине оңай болған жоқ, бір Алланың ісі, амал қанша, көнеміз, тағдыр бұл. Өзі айтатын, ешкім мәңгілік емес, ертең бәріміз де кетеміз бұл өмірден. Сондықтан міне біз енді өмір болғаннан кейін өлім де болады. Сондықтан балаларым деп айтып отыратын. Міне енді мен сіздерді үйретіп жатырмын, міне ата кәсіп шаруашылыққа да үйретіп жатырмын. Өздерің көріңдер. Мен де әкемнен жастайымда қалғам. Ол кісі біздің 40-тан астық қой. Ол кісі айтатын, менің әкем 82 жылы күресіп жүрген кезде 31 жасында сол кезде өмірден өтті. Мен өзі 31-ден, сіздер мені 40-тан астыңдар бәрін. Қайта Аллаға шүкір деу керек. Ол кісі соңғы кезде өзі кішкене білдіріп жүрді ма, ауырып жүрген етін сәл. Сонда жаңа айтып отыратын, мен айтамын, қойыңызшы енді. Не болды? Жассыз ғой. Адамнан немерелеріңіздің қызығын көресіз, Құдай қаласа, шешеміз екеуміз үйлендіресіздер, шөбере сүю керек сіздерге де. Ой, енді бір Алла біледі оны деп жаңа айтып отыратын. Сонда бұл өмір екен ғой. Ол кісілер енді үлкен кісілер ғой, өмір көрген, бәрін айтып отыратын. Сендер де жас емессіңдер, міне балаларың өсіп қалды. Міне Құдайға шүкір 20-дан асып жатыр үлкендерің деп. Сонда ол кісі енді әрине 20-шы жыл өте қиын жыл болды. Енді бір сол айда бір өзі енді әкеміздің мен қасында енді айтқанда баланың әкеге деген бір махаббаты болады ғой. Мен сол кісінің қасында бір әке мен баланың арасында бір махаббат болды. Бір керемет енді. Күнде сырласамыз, ақылдасамыз, шаруашылыққа бірге барамыз. Қандай да бір жұмыс болса, бір кез түні бойы, күн болсын, телефон қосылып тұрады. Ол кісі мен жаңағыдай өзім бір сезінетін бір сезім болатын, махаббат әкеге деген бір. Сонда бір күні түні ол кісі бір қайда барса да звондап артынан жеттіңіз ба, қалай болдыңыз, денсаулығыңыз қалай, ананы бүйтіңіз, соны үйреніп қалғам ғой. Ол кісінің бір айырылған кезде бір қатты бір не болды ғой, бізге жанұямызға, семьямызға соққы болды, қатты соққы болды. Енді амал қанша, енді өмір жалғасып жатыр, ұрпақ өсіп жатыр. Ол кісінің жасап кеткен, тастап кеткен қандай нәрселерін біз енді жалғастыруымыз керек.
айтады ғой, зат емес ат қалу керек деп. Міне ол кісінің аты қалды. Соны ары қарай жалғастырып, ұрпақтан ұрпаққа ол кісі бізге беріп кетті. Қандамай абыройды, қандамай атақты, қандамай нәрселердің бәрі ата кәсіп, міне кәсіп бар. Осыны біз енді ол кісіден біз алғаннан кейін біз балаларымызға жалғастыруымыз керек. Олар білу керек.